Hi everyone. Сөйлемдегі some, any, no есімдіктері және олардың туындылары. Some, any, no есімдіктері sing мен тіркесіп, something, anything, nothing деген белгісіздік есімдіктерін тудырады. Something, anything және nothing туралы айтпас бұрын some және any ережелерін қайталап алайық. Time for something new. I want some bread, rice, milk. As you know, we have countable and uncountable nouns. Өзіміз білетіндей зат есімдер саналатын және саналмайтын болып екіге бөлінеді. Мысалы, мына ыдыстың ішінде бізде неше печенье бар екені белгісіз. Сондықтан бірнеше белгісіздік есімдігін қолданамыз. Ол бізде some. There are some cookies in the jar. Some есімдігі бізде тек қана болымды сөйлемдерде қолданылады. Және де саналмайтын, саналатын зат есімдермен қатар қолданыла береді. Мысалы, I want some milk. Milk саналмайды. There are some cookies. Cookies саналады. Let's practice. He wants some milk. There are some cookies in the jar. Milk саналмайтын зат есім, cookies саналатын зат есім. Осы сөйлемдердің болымсыз және сұраулы формасын құрастырып көрейік. Қандай есімдікті қолданамыз? Some'ды біз тек қана болымды сөйлемде қолданамыз дедік. Ал болымсыз сұраулы сөйлемдерде ше. He wants some milk. He doesn't want any milk. Does he want any milk? There are some cookies in the jar. There aren't any cookies in the jar. Are there any cookies in the jar? Мысалдардан нені байқадық? Some тек қана болымды сөйлемдерде, any болымсыз және сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Екеуі де саналатын және саналмайтын зат есімдермен қатар қолданыла береді. Енді something. Something бір нәрсе. Something белгісіздік есімдігін some секілді тек қана болымды сөйлемдерде қолданамыз. I want something to drink. Мен бір нәрсе ішкім келіп тұр. Anything белгісіздік есімдігін болымсыз және сұраулы сөйлемдерде қолданамыз. I don't want anything to drink. Мен еш нәрсе ішкім келіп тұрған жоқ. Болымсыздық, я? Do you need anything from the supermarket? Саған дүкеннен бір нәрсе қажет пе? Бір нәрсе, еш нәрсе. Nothing болымсыздық есімдігі. Nothing сөйлемде келген кезде етістік болымды түрде қолданамыз. Себебі ағылшын тілінде бір сөйлемде екі рет қатарынан болымсыздық мағынасын қолдануға болмайды. There isn't anything in the bag. Сөмкенің ішінде еш нәрсе жоқ. There is nothing in the bag. Сөмкенің ішінде еш нәрсе жоқ. Аудармасы бірдей, бірақ жасалу жолы әртүрлі. Екінші сөйлемде is етістігі болымды түрде. Себебі бізде болымсыздық мағынасын білдіретін nothing есімдігі бар. Nothing есімдігі сөйлемде келген кезде етістік болымды түрде қолданылады. Бірақ егер сұрақ ұсыныс мағынасында болса, сұраулы сөйлемде біз some немесе something қолданамыз. Жаңа біз алдында айтып өттік, сұраулы сөйлемдерде тек қана any қолданылады дедік. Бірақ бізде осындай исключение бар. Сұрақ, біздің жасап отқан сұрағымыз ұсыныс мағынасында болса, ұсыну мағынасында болса, something қолданамыз. Would you like something to drink? Сенің бір нәрсе ішкің келеді ме? Мысалы, мейрамханада даяшы бізден сұрайды. Would you like something to drink? Бір нәрсе ішкіңіз келеді ме? Я, ұсынып тұр. Ұсыныс мағынасындағы сұрақта біз some немесе something қолданамыз. Would you like some pizza? Біраз пицца қалайсың ба? Yes, please. Немесе no, thank you деп жауап қайтарамыз. Есте сақтайтын жағдай, егер сұрақ бізде қандай формада болса, ұсыныс формасында болса, біз
Ол сұраулы сөйлем болғанына қарамастан some немесе something қолданамыз. Thank you for attention and good luck.